Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі видеода бөліктеп интегралдау тақырыбы бойынша оқулықтағы 2/4 және 2/7 есептердің қалай шығарылатынын көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, есебімізді бастаймыз. Оқулықтағы 2/4 есеп. Біріншісі, жоғарыда бізде формула жазылып тұр, сол формуланы есепті шығарғанда қолданамыз. X-ті U деп белгілейміз, ал косинус 2x-ті x-ті dv деп белгілейміз. Мынау бойынша. Келесі, бірінші теңдіктің екі жағын дифференциалдаймыз. Ал екінші теңдіктен интеграл табамыз. Яғни v-ның мәнін табамыз. Ол үшін косинус 2x-тен интеграл табамыз. Косинустың интегралы бізде синусқа тең. Алғашқы функция табудың үш ережесі бойынша x-тің алдағы коэффициенті керісі алдынан тегіден 1. Косинустың интегралы бізде синус 2x-қа тең. Енді осы жазылғандарды орнына келіп қоямыз. Тең болады. Формула бойынша енді u жазамыз. U дегеніміз бізде x-қа тең, v дегеніміз 2-ден 1 синус 2x-қа тең. Минус интеграл. Енді v du жазу керек. V-ның мәні тағы да 2-ден 1 синус 2x, du dx-қа тең. Тең болады. X бөлінген 2 синус 2x-ті сол күйінде жазып қоямын. Минус 2-ден 1 тұра береді. Тағы да синус 2x-тен интеграл тапсам, 2-ден 1 алдынан жазамын. Синустың интегралы минус косинус, сондықтан плюс болып кетеді, косинус 2x плюс с. Енді ықшамды түрде 2-ден 1 мен 2-ден 1 көйтерім, қалғанын сол күйінде жазамын. Плюс 3-ден 1 косинус 2x плюс с. Бұл 2/4-тің біріншісі. Келесі қарай. 2/4-тің екіншісін қалай шығаратынын көрсетемін. Тағы да дәл осындай жолмен x-ті u деп белгілеймін. Синус 3x dx-ті dv деп белгілеймін. Бірінші теңдіктің екі жағын дифференциалдаймын. Екінші теңдіктен интеграл табамын, яғни v-ның мәнін табамын. Ол үшін синус 3x-тен интеграл табамыз. Ол 3-ден 1 синустың интегралы менде косинус минус косинус жазамын алда. Косинус 3x-қа тең. Енді осы жазылғандарды орнына келіп қоямыз. Тең. Мынаны жазамын. U-ның мәні x, v-ның мәні минус 3-ден 1 косинус 3x минус интеграл. Енді келесімен жазамын. V-ның мәні минус олантымда плюс болып кетеді. 3-ден 1 косинус 3x, du дегеніміз dx-қа тең. Тең әрі қарай. Бірінші теңдікті сол күйінде жазып қоямын. Біріншісінен x бөлінген 3 косинус 3x сол күйінде жазып қоямын. Енді мына интеграл есептейін. Косинустың интегралы 3-ден 1 көбейтілген тағы да 3-ден 1 косинустікі синус 3x плюс с. Мына жерде 3-ден 1 мен 3-ден 1-ді көбейтіп қалған сол күйінде жазамыз. 9-дан 1 синус 3x қосу с. 2/7 есептің біріншісін қарастырайық. Мұнда бөліктеу интегралдау формуласы бойынша x квадратты u деп белгілейміз де, косинус 4x dx-ті dv деп белгілейміз. Бірінші теңдікті екі жағын дифференциалдаймыз. 2x dx болады, және мынау du болады. Екінші теңдіктен интеграл табамыз, яғни косинус 4x-тен интеграл табамыз. Косинустың интегралы 4-ден 1 синус 4x-қа тең. Енді осы жазылғандарды орнына келіп қояйық. U дегеніміз x квадрат, v дегеніміз 4-ден 1 синус 4x минус, енді v du жазамын. Интеграл v-ның мәні 4-ден 1 синус 4x, du-дің мәні 2x dx-қа тең. Әрі қарай. Енді мына жерден 4 пен 2 қысқарып кетеді. 2-ден 1 алдына шығарып жіберемін. X квадрат бөлінген 4 синус 4x жазып қоямын. Минус 1-ден 1 интеграл x синус 4x dx. Оны тағы да бөліктеп интегралдау формуласын қолданамыз. Яғни x-ті u деп, синус 4x dx-ті dv деп белгілейміз. Біріншісінен дифференциалдаймыз, біріншісін интеграл табамыз. Синустың интегралы минус косинус минус 4-ден 1 синус 4x. Осы жазылғандарды орнына келіп қояйын. Басындағы x квадрат бөлінген 4 синус 4x сол күйінде жазып қоямын. Минус 2-ден 1 ішіне жазайын. Формула бойынша u дейтініміз x-қа тең, v дегеніміз минус
4-тен 1 косинус 4х минус интеграл. Енді v дегеніміз минус 4-тен 1 косинус 4х. Мына алдындағы мен плюс болып кетеді. 4-тен 1 косинус 4х. du дегеніміз dx-ға тең. Ары қарай бірінші x квадрат бөлінген 4 синус 4х сол күйінде жазып қоямын. Мына 2 бір-біріне көбейтемін. Онда мына 2 минус бізде плюсті береді. Плюс x бөлінген 8 косинус 4х. Енді мынадан интеграл табамын, және жақшаның сыртында минус 2-ден 1-ге көбейтетін болсам, мынаның интегралы менде 4-тен 1-ді 4-тен 1 көбейтемін. 16-тан 1, 16-тан 1. 16-тан 1 жақшаның сыртындағы 2-ден 1-ге көбейтемін, және минустан басып алады. Минус 32-ден 1 болады сонда. 32-ден 1 косинустың интегралы синус 4х қосу с. Келесі 2-де 7-ші есептің екіншісін қарастырайық. Бұл да бөліктеп интегралда x-ті u деп белгілеймін. dv-ны косинус x қосу 2 деп dx деп белгілеймін. Бірінші теңдікті дифференциалдаймын екі жағын. Екіншісін интеграл табамын. Косинустың интегралы синус x қосу 2-ге тең. Енді осы жазылғандарды орнына келіп қоямын. Бірінші u-дің мәні x, v-ның мәні синус x қосу 2. Минус, енді мынаны жазамын. Интеграл v-ның мәні синус x қосу 2 du dx-ға тең. Тең болады. Бірінші теңдік сол күйінде жазып қоямын. Минус синустың интегралы минус косинус, сондықтан плюс косинус x қосу 2 плюс с. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.